Бәріңе сәлем. Егер де байқасаңдар, көп компьютер сборщик ютуберлер НДБ деген сияқты проекттер жасайды. Ол проекттің мақсаты бастапқы бюджетпен OLX-тан ескі комплектующиларды алып, компьютер құрастырады да, оны OLX-ға қымбатырақ сатып ақша табу. Мысалы, сенің бастапқы бюджетің 10 мың теңге болса, сол ақшаға сен арзан комплектующий алып, оны құрастырып 20 мың теңгеге сатасың. Сосын 20 мың теңгеге құрастырып 30 мың теңгеге сатасың. Солай ақшаны көтере бересің. Бірақ мен осы видеода осы ақша табу түрі шынымен де істей ме, әлде өтірік па, соны теоретически түсіндіремін. Так что видеоға лайк басып каналға тіркеліп қойыңдар, ал біз видеоға кеттік, короче. Мен Spline деген ютуберді көріп жүргенде видеолары өте қызық болатын. Типа каждый видеосында проекттің экономикасы көтерілуі мен түсуі қызық. Білмесеңдер, Spline'ның NDB деген проекті бар. Түсіндіріп кетейін. Қара, в общем, ол ютубер бірінші өзі бір суммадан бастайды. Мысалы, ол сумма 15 мың теңге дейік. Енді осы суммаға бұзылған ескі ПК немесе арзан толық комплектующилар жинайды. Сосын ол ПК бұзылған болса жөндейді, ал комплектующилар болса құрастырады да кішкене қымбат бағаға сатады. Қысқасы, машиналардың алып сату бизнесіне қатты ұқсайды, только бұл ПК. Бірақ ақша көп табуға шанс көп проект сияқты, бірақ сонда да кішкене сенімсіз. Вроде сенесің, вроде ақша қалай оңай келіп жатыр деп ойланасың. Сонда да мен ондай бизнеспен айналысып көрмесем де өзімнің құрастырып қойған теориямды айтайын. Конечно, ол теориядағы айтылатын нюанстар мен жақсы жерлер практикада басқаша болуы мүмкін. Сонда да мен осы видеоға шығарғым келгендіктен, ал сен видеоны ашқандықтан екеумізге де перепродажа ПК өте қызық. Давайте ретретмен бастайық. Ең бірінші, ол проекттің нюанстары қандай? Бірінші, проекттің жаман жері, алғашқыда сен бюджетті тапқаннан кейін сол бағада өз тұратын жеріңнен нормальный компьютер табу. Вроде қиын емес сияқты. OLX-та компьютер білмейтін адамдар көп. Бірақ сол компьютер білмейтін адам объявление салғанда саған видеокартасында қанша CUDA ядер бар екенін, процессорында қанша поток бар екенін жазып кетпейді. Компьютер сатамын, жұмыс істеп тұр деп просто жаза салу мүмкін. Или просто компьютер сатамын, Windows 10 дей салады. Я кейбіреуіне Windows-тың саны компьютердің мощностьін көрсетеді. Мен де кішкентай кезімде сондай болғанмын. Бұл компьютер туралы білмейтін адамға нормально. Сол үшін осындай кезде ол адамға звондап тұрып, қалай болсын характеристикасы мен компьютердің жағдайын сұрай алмасаң, үйіне дейін барып уақыт құртасың. Екінші нюанс, үлкен конкуренция. Spline немесе басқа да осы NDB-ға ұқсайтын проекттерді түсіретін ютуберлерді көру өте қызық, мен басында айтқандай. Және бұл, конечно, көп адамға осындай бизнесті бастауға желанияны ашады. Содан кейін OLX-та арзан бағада компьютерді іздейтіндер көбейе береді. Сол себептен OLX-та арзан компьютерлер шықса, оны сенен ақылдырақ немесе жылдамырақ адам сразу сатып алып кетеді. Ондай болмас үшін бизнесте ең басты правило OLX-ты сағат сайын, тіпті минут сайын қарап отыру керек. Үшінші нюанс, компьютердің сатылу уақыты өте ұзақ. Конечно, егер де сен креативный жас адам болсаң, молодой человек деген жас адам болып аударылады деп үміттенем. В общем, сен сондай креативный және маркетинг жағынан жақсы болсаң, мүмкін компьютерді тез сатасың. Оны мен нақты білмеймін. Бәрібір оны өте ұзақ уақытты алады. Себебі сен мысалы компьютерді құрастырдың дейік, одан кейін оны OLX-ға саласың. Бірақ креативің болмаса, явно OLX-та 1-2 ай тұрады. Ал креативті болып корпусты мысалы Spline сияқты ақ түске бояп немесе RGB салғанның өзінде минимум 3-4 күнде сатылады. Сосын клиент сенен OLX-тағы бағаға бәрібір алмайды. Кейін сен бағасын түсіріп сатасың, одан кейін алуы мүмкін. Бұл өте ұзақ бастапқы уақытқа. Өйткені ұзақ уақытта сатқаннан кейін үстінен көретін пайдасы өте аз. Жарайды, оны айтпай қойық, әркімде бастапқы сумма әртүрлі болады. Төртінші нюанс, сенде бюджеттен бөлек тағы да құрылғылар болуы керек. Мысалы, монитор, клавиатура, мышка болады. Ол құрылғыларсыз сен біріншіден компьютерді құрастырып болғаннан кейін тексере алмайсың. Екіншіден сен тупо компьютерді сата алмайсың. Себебі құрастырып біткен соң оны сату керек. Ал сату үшін ПК-ны тексеру керек. Қандай ойында қанша FPS болатынын. Конечно, бірақ сендер басында мышка, клавиатураны офисный алып, ал монитор Full HD 60 Гц ала салсаңдар болады. В принципе, ол жай тексеріс үшін болса қатты әсер етпейді. Ең бастысы бюджетке кедергі болмаса болды. Да, мен сендерге неге кеңес беріп отырмын, сендер бастайсыңдар ма, бастамайсыңдар ма, өздерің білесіңдер. Мен просто видеоның соңғы жағында осы бизнес шын ба, өтірік па және бастауға бола ма, жоқ па, соны айтамын. Бизнестің енді осы келесі нюанстарынан кейін плюстарын айтайын. Конечно, егер де шынымен бизнес іске асса. Так, бастайық. Бірінші плюсы, егер де сенде ПК болмаса, осы проект арқылы сен жылдың соңына дейін өзіңе нормальный ПК және геймерский набор жинап аласың. Даже видеокарта қымбат болса да, себебі сен компьютерді рыноктың бағасымен сатқанның арқасында видеокартаның қымбаттағаны саған қатты әсер етпейді. Да, сен бәрін грамотно істесең, мүмкін жылдың соңына дейін емес, жылдың ортасында да өзіңе топовый компьютер құрастырып алу мүмкін. Екінші плюсы, проект саған баға жетпес опыт болады. Өйткені сен бұл бизнесті бастағанда компьютер жайлы білу керек боласың. Ал бизнесті жалғастыру үшін тоже саған компьютер
компьютер жайлы көп біле беру керек. Яғни тоқтамайтын тұрақты опыт, қазақшасы тәжірибе точно. Сосын бұл тәжірибені сен көп жинаған сайын сен востребованный боласың. Негізі жасың пока 25-ке толмайынша көп опыт алу керек. Бұл тек қана ПК емес, әр сферада. Конечно, мен бұл туралы айтатын едім, бірақ менің жасым әлі 17-де. Мен өзім де 25 жасқа дейін кейін маған ақшасыз қалмас үшін әр жерден опыт жинаймын. Еще біз видеоның темасынан қатты кетіп бара жатырмыз. Қысқасы бұл проект үлкен опыт береді. Жай ғана ПК құрастырғаннан ғана емес, және де ПК-дағы проблемаларды шешу, бұзылған жерлерді жөндеу деген сияқты. Бұның пайдасы артық болмаса ешқашан кем болмайды. Енді бұл бизнес туралы айтсам, дәлірек бұл проект шынымен істей ма жоқ па соны айтайын. Қысқасы менің ойымша бизнес шынымен де істейді. Бірақ та сендер Spline-ның видеосындағыдай емес, бастапқы суммадан көбірек құртасыңдар. Өйткені монитор бар, клавиатура, мышка бар, және де OLX-тан тура сондай бағаға нормальный компьютер таба алатының факт емес. Сондықтан да 50% бұл бизнес жұмыс істеуі мүмкін. Ал қалған 50% шын дегенім, компьютер сен құрастырғаннан кейін оны бәрібір қанша уақыт өтсе де сатып алатын адам табылады. Негізі барлығы зат сатылады, тек оған өзіне сай баға қоя білу керек. Өмір сүруге әрине сен бұл бизнесті қолдана алмайсың, немесе дәлірек айтқанда қолдана аласың, бірақ ол Spline-ның видеосындағыдай болмау керек. Одан қарағанда масштабнее болу керек, яғни начальный сумма көбірек, сонымен қатар бір ғана ПК емес 4-5 ПК-дан құрастырып сату керексің. Ал бизнес кімге келеді? Егер де сен компьютерге қызықпай осы бизнестен тек ақшаны көріп тұрсаң, саған вообще вариант жоқ. Лучше барып басқа бизнеспен айналыс, себебі сен бұл бизнестен нормальный ақша таба алмайсың. Ал ПК-ға қызығушылығың болса, онда осы бизнес саған арналған. Ақша аз тапсаң да, зато сен ПК-ға қызығасың. Значит, саған бұл жерде сумма маңызды болмайды. Дәй сен мысалы осы бизнес арқылы өзіңе ПК-ға ақша жинап алайын десең, бір жылдай уақыт кетеді. Бірақ жылдың соңында сен өзіңе нормальный ПК құрастырып аласың. Осымен видеоның соңында вывод жасайтын болсам, проект шынымен де істейді. Бірақ есте сақтаңдар, Spline ол ютубер болғандықтан кадрдан бөлек нюанстарды көп айтып өтпейді. Яғни сен ол проектте өзі ақша қосып жатыр ма, соны білмейсің. Может быть, ол проектте бізді алдап, компьютер сатып емес, өтірік сатылған сияқты жасап, өзі ақша қосып жатқан шығар. Оны ешкім білмейді. Самый главный проектіміз ютубтан бөлек шын өмірде де пайдасы бар. Бірақ барлығы оңай емес. Ақша табу қиын, компьютерлер бұзылып қалуы мүмкін, комплектующиялар бұзылып қалуы мүмкін, себебі ол OLX-тан болғандықтан ескі, яғни кейбір кішкентай касание комплектующиялар үшін соңғы касание болуы мүмкін. И то ол комплектующиялардың сен бұрын қандай историядан өткенін білмейсің. Осымен видеоны аяқтайық. Егер де менің теориям ұнаса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңдер. Ал видео аяқталды. Давайте, короче.